Тағдырдың пешенеге жазған тірлігі, құшақтасып Қарабайға. Құда болсаң шыда, деді. Әйелдерінің қойшы менен жылқышы табуа бір Құдайдың құдіреті емес пе? Ауылына жете алмай Сарыбай өлді. Қозысын да көре алмай ажал төнді. Қара ниет Қарабай жалт бұрылды. Малы қымбат екен. Арқадан жырында атанып тұра қашты. Сұлу Баян мен Қозы Көрпештің жазығы қайсы? Айбас көп ойланды. Күні түні толғанды. Ақыры бар сырын қыз Баянға айтуға шешім қабылдап, сәтті бір уақытты малданды. Біз білетіндей, қыз Баян Қозыны сағынды. Бір Құдайға жалынды. Айбас келіп Баянға ақылдасып, Құдай қосқан жарыңа барамын дегенде, көз жасына ерік берді. Сан сырлы сәлемін айтты. Ей, асқар тау, толқынды теңіз, жазира дала, шулаған орман, сен де есті. Көпті көрген көне қария, жаулықты әже, сен тыңда. Мені мұнда зорлықпен Қарабай алып келді. Елдің сөзін тыңдамады. Қыздан гөрі малы жақын Сараңбай, жүрегімнің соғысының лүпілін де тыңдамады. Сорлы басым, не істерімді білмей жүрмін. Басым қатты. Мен сендікпін, Қозым. Жаным, тез келші, құтқар мені бұл тозақтан. Жарың саған жете алмай жүр. Сұлу Баян жылап алды. Шерін молдан тарқатты. Айбас құлға ішкі сырын айтып толғанды. Айбас Құдай қосқан жарыңа барамын деп, Баянның домбырасын қолға алды. Баянның Қозыдан аяр ештеңесі жоқ. Жанын сұраса да беруге дайын екенін Айбас білді. Егер Қозы сенбей қойса, көрсетемін деп, қыздың шашмоншағын қолына алып, масайрап күлді. Айбас құл қыз Баянға қашатынын ескертті. Қыз Баян Айбасқа Қозыға апарып бер деп, қарқарасын ұсынып, қуанғаннан есі кетті. Айбас жан жағына алақтай қарап еді. Қыз Баян тұра тұр деп үйге жетті. Бай қызын аңдыған жұрт көріп қойса, бір пәленің боларын Айбас ойлап зәресі кетті. Мынау менің жиһаз жинар қобдиша, алтын сандығым. Жанындағы ақ жамшы. Оны да қоса ал. Бар дүнием соныкі. Тез жетіп хабар сал, деді Баян. Сонымен Айбас Баянмен қоштасып, қыз құлға жол тілеп шығарып салды. Сәлемдемеге бұйым алып, Айбас бақа айғырды іздемекке жылқыға барып қалды. Бай байдың байлығын қызғанса, құл құлдың шайлығын қызғанады дегенді естігенің бар ма? Осындағы 90 құлдың біреуі Қодарға барып, Айбас құл бақа айғырды іздеп жүр. Байқа, құлға ниетіңді бұр. Қашып кетіп жүрмесін жер сипатып. Жақпай қойды осының қылығы бір, деп айтып қалды. Оттапсың, деді Қодар ұйқысын қимай. Айбасым маған сырын айтады. Керек болса қалаға пұл апарып сатады. Ол мені еш қайда тастап кетпейді. Мен білсем, ол шіркін жылқы ортасында ұйқыға басып жатады. Қояды деген қолыма. Қодеке, сол бір дене білдіріп жүр. Қыздан үміт күтіп, сен бе, құр. Мен білсем, сол Айбасың қашқалы жүр. Бақа айғырға қамшыны басқалы жүр, деді тағы әңгімені қыздырып. Сөйткенше жылқышылар қосынан Қодардың қаһарлы дауысы естіліп қалды. Қызыл сөз кімнің қанын қыздырмаған? Сабақты ине сәтімен. Айбастың жылқы маңынан табылғаны мұндай жақсы болар ма? Құстай ұшып дауыс шыққан Қодардың күркесіне келіп кірді. Күндей күркіреп, түгін тікірейтіп, жарылардай болып тұрған ол сасып қалды. Сонда да ескерту ретінде: Ау, Айбас, кетпек болсаң мен не етейін? Қамшымен,
шықпыртып еңіретейін. Егер мені мына өсекші тазғаша тастап кеткін келсе, ықыласым мен Сарыарқаға жөнелетіндей, деді Қодар кекетіп. Айбас жылқы басшыға қарап мырс-мырс күліп алды. Ау, Қодеке, саған шіркін не десем, өзіңе сенім хат жазайын, сенен басқа адамды жек көремін деп ант берейін. Өсек тасыған құл екеш құлыңа, өтірікшісің дегеннен басқа не дейін? Өтірік айтсам буыны бөлейін, өлгенімді өзің көресің, деп күңіренді Айбас. Қодар не істерін білмеді. Қолына жекіріп, Айбастың берген уәдесіне Құдайдың сөзіндей бекініп, Айбасқа ұрсып, зекіренгеніне өкініп, қосына кіріп жатып қалды. Қодарды қатырған Айбас жылқыға барды. Қашып кетуге уақыт күтіп, бар дүниесін жинақтап, ішінен Құдайдан жол тілеп, сәл демалды. Бұл күнгі түн Айбасқа жол тілегендей жұлдызды еді. Таудан самал есіп, ай дөңгелене толып, самаладай жарқырап тұрды. Құс жолы жалқынданып көк аспанды екіге бөлген ақ белбеуде еді. Айбас туған жерін есіне алды. Шындығында туған жердей болмас. Масаты кілемдей құлпырған, көк шалғының жалаң аяғымен кешіп, өзенінің мөлдір суына шомылып, кәусар ауасын жұтып, ауылдың көз көрген адамдарымен әңгімелескенге не жетсін. Туған жер адамның тұғыры, алтын бесігі. Жылқы күзетіп, шалқасынан жатып, ойымен әлемді шарлаған Айбас, балалық шақ бал дәуренін, арқада өткен күндерін еске алды. Шіркін, сонда тезірек жетсе ғой. Ұйқысы келмеді, кірпігі айқаспады. Таң қараңғысынан тұрып, жылқыны аралап жүріп, бақа айғырды тауып, ұзап барып жүгендеп, ерттеп, баян сұлу берген 5 бұйымды қанжығасына байлап, бағытын белгілеп алып, шу деп тартып отырды. Бұл сәтте Қодар бастаған жылқышылар тәтті ұйқының құшағында жатыр еді. Бақа айғырдың шабысы батты ма, кім білсін. Аягөз бойынан шыққан бетте Айбас арып ашып, ітішпестің бойына жетіп ұйқыға кетті. Айбасты аты жауындай көретін, өсекші қолы 90 жылқышының ертіп, Қодардың күркесіне кеп шу шығарды. Түндегі мал күзеткен Айбасың жоқ. Сенген қойым сен болсаң, күйсенгеніңді ұрайын десең осыл, деп табалады ол. Аузы күйіп қалған Қодар желкесін қасынып жан жағына қарады. Ау, мүмкін емес, сендерге Айбас жөнін айтқан шығар. Таң атқан соң ауылға қайтқан шығар. Құлдың орны Қарабайдың төрі емес, біреудің босағасында, әлде бір шоңқырда қорғалап жатқан шығар, деді Қодар Айбасқа сенгіштігіне өкініп. Қодеке, дәл бұл жолы оңдырмай қателестің. Айбасты нағыз ақ жүректің қатарына қостың. Алайды 90 кісі қарайған қарақшы емеспіз. Тобылғылы шу базардың ізін көрдік. Өзеннен, судан, көлдің жағасынан іздеп таппай, өзіңе келіп мінеки хабар бердік, деді құл үстемдігінің танытып. 40 кісі бір жақ, қыңыр кісі бір жақ демекші, секем ұлғайған сәтте Қодар құлдарға ақырып, бұйырып беріп, ал айғырын жылқыдан ұстап мінді. Жер жұтып кетсе де табаным, аспанға шықса аяғынан ұстармын, жерге кірсе шашынан тартамын, шынын айтқызамын, айбын тартқызамын, деп күркіреді Қодар. Сөйтті де басқа жылқышылардың орындарына тастап, 8 құл 16 Айбасты қууға артынан шықты. Қашқынды жан баласы, оны да ұстау қиын. Тауды қырды кезді, ен даланы шарқ ұрды. Жолдың соқпағына түсті, көш жолға көз салды. Іздеген жетер мұратқа деген жылжыған уақыт өткенде, күн түстен асып кеткенді. Бақа айғырды ұсындыра жайып, ұйықтап жатқан Айбасты байқады. Қашқында сергек екен, ат тұяғының дүбірінен оянып кеткенді. Сөйткенше, анандайда Қодардың күркіреген үні естіліп қалды.
Бұл кезде Айбас бақа айғырға қонып алғанды. Әй, Айбас құл, мен алдағанды қайдан үйрендің ай, сұмырай? Қайда қашып барасың? Қолда аяққа тұрмай, сені іздеп алтын күймесіңде сұлу баян жылап жатыр. Бармайсың ба жанына, бізді әуере қылмай, деді қодар. Айбас қодардың сөзін тыңдап, мейірлене күліп, қолын шапалақтады. Ай, қодар, алдағанға көнетін ақымақты тауыпсың. Зорлықшыға айғырын түсе салып беретін, қуанбаса жыламайды сұлу баян. Қамқоршысы табылды, жүрек досына хабар беретін, деді. Қодар қатты ашуланды. Айбас мінген бақа айғырдың қуса шаңына ілесе алмайтынын білді. Мұндайда уақыт қымбат. Әй, Айбас, ақылың ба, сабаңа түс. Адам пенде адаспай тұрмайды. Кешіреміз, ағат басқан қадамыңды, деп дауыстап еді. Айбас көнбеді. Онсыз да терісіне тарылып тұрған қодар. Әй, әлі жаппар, құралайды көздеймін деп мақтанушы ең ғой. Ендігі сенерің жебе. Садағыңды алып, көзде ана қашқын нәлетті, деп айқай салды. Айбас бұларды мазақтап, онан сайын жүйкесіне тиді. Сөйтті де бақа айғырға. Ай, тұлпарым, байқа, тиіп кетпесін ана құлдай ажал арқалаған шырпысы, деп сыбырлады. Айбасты онсыз да қызғанып ізіне түсіп, індетпекке ниет қойған әлі жаппар атып еді. Бақа айғыр жата қалып үстінен өткізіп жіберді. Ашуланған қодар имек садағына қозы жауырын жебе салып, шірене тартып, асықпай көздеп атып еді. Бақа айғыр аспанға атылып, зулаған жебені астынан өткізіп жіберді. Көзіне қан толған қодар есерлігіне салып, көп алдында абыройдан айрылғанына намыстанып, Айбасқа тағы дауыстады. Ай, Айбас, атыңның басын бері қарат, бұрынғы қашпақ қумақ санат, деген батыр бабаларымыз. Ақыры баянға мұңдас боп, көңілін өсіп барады екенсін, есен кетпесін, үлкен жолдың үстіндесің, кезегіңді ат, деді қодар. Айбасқа керегі сол еді. Бақа айғырдың басын қоя берсем, мінісім жалғыз қуғыншының аты 16, бірі болмаса, бірі бақа айғырды шаршатып жетпесіне кім кепілдеп қауіптенген. Енді міне сәті келді. Иесі емес, мінісін атамын деп қуанды. 40 кез оқтың бірін қолына алып, имек садағының адырасына салмақтап салып, Айбас ер қодар бастаған қуғыншының 16-сының аттарына жан тәсілім етті. Масқара боп батырдың 8 құлымен бірге ітішпестің бойында қара жаяу қалды. 8 құл жаны қалғанына тәубе қылса, қодар құл намыстанып өзіне қол жұмсауға таяу еді. Айбас бақа айғырдың тізгінін еркін қоя беріп, жөнге салды. 8 құлдың 6-аулы өліп, қодар мен әлі жаппар итшілеп, әзер жүріп ауылына барды. Көрпе жабынып, жабы жастанып жатып алды. Оның ендігі көрер қызығы Қарабайдың сұлуы баянын анда санда бір көріп жүру еді. 90 құл 90 жылқышы да қодардан қалмай, ертелі кеш Қарабай ауылын төңіректеумен күн кешті. Күндер өтті, жылдар өтті. Бірақ ғашықтық дерті бәсеңдемеді.